Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы деректер қоры жүйесі. Ақпараттық технологиялар дәуірінде деректер қоры жүйесі кез келген ұйым мен мекеме үшін өте маңызды рөл атқарады. Себебі ол ақпаратты сақтап, өңдеп және жүйелеп қана қоймай, деректермен қауіпсіз әрі тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ендеше деректер қоры деген не? Оның түрлері мен негізгі компоненттері қандай? Сол жайлы толығырақ тоқталайық. Бүгінгі дәрісте деректер қоры жүйелерінің негіздерін, түрлерін және қолдану салаларын қарастырамыз. Сонымен қатар деректер қорына қойылатын талаптар мен оны басқарудың тиімді тәсілдерін талқылаймыз. Деректер қоры бұл белгілі бір құрылымда сақталатын мәліметтердің жиынтығы. Оларды құрылымдаудың арқасында деректерді жылдам табуға, өңдеуге және сұрыптауға болады. Мысалы, үлкен компания қызметкерлерінің деректерін, қаржы есебін немесе оқу орындарының студенттерінің ақпараттарын бір жерде сақтап, қажет кезде жылдам алу үшін қолданылады. Деректер қорының бірнеше түрі бар. Олардың ішінде ең негізгі түрлері мыналар. Реляциялық деректер қоры. Бұл ең кең таралған түрі. Реляциялық деректер қоры кестелер түрінде құрылымдалады және әрбір кестеде бағандар мен жолдар болады. Бұл модельде деректер арасындағы байланыстар кестелер арқылы көрініс табады. Мысалы, MySQL, PostgreSQL, Oracle сияқты жүйелер реляциялық деректер қоры болып табылады. Объектіге бағытталған деректер қоры, мұнда деректер объектілер түрінде сақталады. Әрбір объект белгілі бір деректер мен олармен байланысты әрекеттерден тұрады. Бұл деректер қоры объектілі бағытталған бағдарламалаумен қатар қолданылады. Иерархиялық және желілік деректер қорлары. Иерархиялық деректер қоры ағаш тәрізді құрылымда болады, ал желілік деректер қоры иерархиясыз, еркін байланыстарға ие. Бұл түрлер әдетте күрделі құрылымдарды сақтау үшін қолданылады. NoSQL деректер қоры бұл деректер қоры түрі реляциялық емес құрылымды пайдаланады. Ол өте үлкен көлемді деректерді сақтауға және жылдам өңдеуге арналған. NoSQL жүйелеріне MongoDB, Cassandra сияқты жүйелер жатады. Деректер қорын басқару жүйесі бұл деректер қорымен жұмыс істеуге арналған арнайы бағдарламалық жүйе. Ол деректерді басқару, сұрыптау, өңдеу, іздеу сияқты функцияларды орындауға мүмкіндік береді. Деректер қорын басқару жүйесі пайдаланушыларға деректерге тез және ыңғайлы қол жеткізуге жағдай жасайды. Мысалы, компаниялар өз клиенттері, өнімдері немесе қызметкерлері туралы ақпаратты басқарып, талдау үшін деректер қоры жүйесін қолданады. Деректер қорын басқару жүйесінде бірнеше негізгі компоненттер бар. Ол деректерді басқару тілі. Бұл деректерді қосуға, жоюға және жаңартуға мүмкіндік береді. SQL тілін мысал ретінде айтуға болады. Сұраныс тілі. Деректер қорын басқару жүйесінде деректерді іздеп шығару үшін арнайы сұраныс тілдері қолданылады. SQL осы саладағы ең танымал тіл. Мысалы, select командасы арқылы кестедегі қажетті мәліметтерді таңдауға болады. Транзакцияларды басқару жүйесі, деректер қорын басқару жүйесінде транзакциялар бұл деректерге жүргізілетін іс-әрекеттер жиынтығы. Транзакцияларды дұрыс ұйымдастыру деректердің тұтастығын сақтауға көмектеседі. Қауіпсіздік және қолжетімділік деректерді басқару жүйесінде деректерге қолжетімділікті басқару және қорғау функциялары да бар. Бұл мәліметтерді рұқсатсыз кіруден қорғауға, сондай-ақ әрбір пайдаланушыға белгілі бір құқықтық тағайындауға мүмкіндік береді. Деректердің тиімді ұйымдастырылуы деректерді басқару жүйесін құрылымдап, оларды қажет кезде тез табуға мүмкіндік береді.
Бұл уақытты үнемдеп, өнімділікті арттырады. Деректер қорын басқару жүйесі ақпаратты қорғаудың жоғарғы деңгейін қамтамасыз етеді. Деректерді шифрлау, рұқсаттарды басқару және басқа да қауіпсіздік шаралары арқылы ақпараттық қауіпсіздік күшейтіледі. Тұтастық пен сәйкестік деректер қоры жүйесінде ақпараттың тұтастығы сақталады. Барлық деректер дәл және сәйкес келу үшін арнайы шектеулер мен шарттар қолданылады. Деректер қорына деген сұраныс ол қоғамдық деректер, әлеуметтік медиа, интернет дүкендер, сенсорлар мен тағы да басқа деректердің көлемінің ұлғаюына әкеледі. Бұлтты сақтаулар бұл деректерді сақтау үшін бұлттық технологиялардың кеңінен қолданылуы және жасанды интеллект. Жасанды интеллект алгоритмдері деректер қорына деген сұранысты одан әрі арттырады. Деректер қорының құрылымы ол кестелер, бағандар және қатынастардан тұрады. Кестелер дегеніміз мәліметтерді ұйымдастырудың негізгі элементі. Ал бағандар кестелердің әрбір жолында сақталатын мәліметтердің түрлері. Қатынастар бұл кестелер арасындағы байланыстар, яғни мәліметтердің өзара байланысын көрсетеді. Деректер қорында мәліметтерді сақтау бұл құрылымды деректер, құрылымсыз деректер және көп құрылымды деректер болып бөлінеді. Құрылымды деректер бұл деректер белгілі бір құрылымдарға сәйкес келеді. Құрылымсыз деректерде деректер белгілі бір құрылымға ие емес. Ал көп құрылымды деректерде бұл деректердің кейбір белгілері ғана қолданылады. Деректер қорына қатынаудың қауіпсіздігі бұл қол жеткізуді басқару, яғни рұқсатсыз қол жеткізуді шектеу. Және деректерді шифрлау, мәліметтерді қорғау үшін шифрлау қолданылады. Аудит және қадағалау, деректерді қол жеткізудің барлық әрекеттер түрінде сақтау. Бүгінгі дәрісте біз деректер қоры жүйесінің не екенін, оның түрлері мен компоненттерін және артықшылықтарын қарастырдық. Деректер қоры жүйесі қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың ажырамас бөлігі. Және олардың түрлері мен компоненттерінің артықшылықтарын қарастырдық. Және ол дұрыс қолданылған жағдайда әрбір ұйымның тиімділігі мен ақпаратты басқару қабілетін айтарлықтай жақсарта алады. Дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.